ой менің май жүректерім жай жүректерім деп кіріп атады ғой. Негізі ол лып-лып етіп бүйтіп істеуге болмайды. Себебі май жүрек деген жүректі май басып кеткен адамға айтылатын нәрсе. Жүрегі май басып кеткен деген не ол? Семіз ертең өледі деген сөз да. Ақ жүректерім деп айту керек. Ақ жүректерім жүрегі кең, қазақтың даласында жүрегі кең, аузын ашса жүрегі көрінетіндер деп айту керек те. Сөзге мән беру керек. Ал енді сөйтіп сөйлейтіндердің көбі саудагер, кәдімгі маркетологтар. Ал енді сіздер неге шеберлердің тікелей өзінен шығып алмайсыздар? Олар айтады, біздің шеберханамыз бар деп. Олардың шеберханасы жоқ, өтірік. Сүргі ұстап көрмеген жігіттер ғой, сөйтіп. Соны барып, содан алады да, соны бізге алып келеді ремонтқа. Ойбай, жасап бересіз бе? Алып едік, сөйтіп едік, бүйтіп едік деп, сіздер жасап бересіздер деп. Неге өздерін апармайсыз десек, олардың менеджерлері жауап бермей қойды, телефонды алмай қойды, гарантия бар деп еді, сол гарантия бойынша хабарласа алмай жатырмыз дейді. Енді әрине ол мыңдаған домбыра сатқаннан кейін қайсы біріңе жауап беріп жатады? Оның уақыты болмайды, қолы тимейді. Сондықтан шеберлерді іздеп табыңыздар. Сіздер ана Пиндододан заказ берген кезде соның анау производитель Қытайда шын ба өтірік па бәрін тауып аласыздар ғой, сол сияқты. Сөйтіп табыңыздар. Тауып алып заказ беріңіздер. Ондайларға бармаңыздар.